Араб елдерінің бірінде әйелі қайтыс болып 5 қызын сыйлаған әке өмір сүрді. Әкесі қыздарының көңілін тыныштандыру үшін жақсы адамдарға тұрмысқа бергісі келді. Бірақ үлкен қызы әкесімен бірге тұрып, оған қамқор болғанша тұрмысқа шығудан бас тартты. 4 қызы тұрмысқа шығып, үлкен қызы әкесіне қызмет ету үшін бірге тұрады. Жылдар өтіп, әкесі өмірден озды. Ол өлер алдында қыздарына үлкен әпкесі тұрмысқа шыққанша үйді сатпауға кеңес береді. Алайда 4 қызы әке өсиетін орындаудан бас тартып, өз бақыты үшін бақыттың құрбан еткен үлкен әпкесінің сезімін ойламай, үйді сатып, мұраны өзара бөлісуді ұйғарады. Үй сатылып кетсе қайда барарын, не істерін білмеген үлкен қыз қатты қорықты. Сіңлілеріне үйді сатпауларын өтінді. Бірақ олар бас тартып, үлкен әпкесінің тағдырын ойламай үйді сатып, өз үлестерін бөліп алады. Үлкен әпкесі үйдегі үлесін алып, бір аптаның ішінде үйден кетуге мәжбүр болды. Қыз үйді сатып алған жігітке хабарласып, оған бір ай уақыт беруін сұрайды. Ер адам оның оқиғасын білген соң келісіп, бір ай үйде отыруға рұқсат берді. Арада бір ай өтті. Үйдің жаңа қожайыны үлкен әпкесіне келеді. Қыз оны көрген бойда қатты қорқып кетеді. Бірақ бәрі керісінше болады. Онда ер адам одан үйден бас тарту қағазын беріп, оған былай дейді: бұл қағаз сенің қанжығаң. Мені күйеуің ретінде қабылдасаң, осы үйде бірге тұрамыз. Бас тартсаң, келген жеріме қайтамын. Барлық жағдайда да өз үйінде тұра бересің дейді. Қыз қуанып, жылап, қайырымды кісі болған бұл бай саудагерге тұрмысқа шығуға келісіп, күйеуімен әкесінің үйінде махаббат пен бақытқа толы ғұмыр кешкен.